Қайырлы күн көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ешқандай да құрамына ұн да қосылмайтын, май да қосылмайтын, сүзбе де қосылмайтын осындай өте нәзік пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызға 3 үлкен жұмыртқаны ағынан бөліп саламыз, үстіне қант саламыз және ванильді қантымызды салып, жақсылап төменгі жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа дейін жайлап миксерлейміз. Енді миксерді жоғары жылдамдықпен араластыра бастаймыз. Міне біздің сары уызымыз осылай ағарып, өзінің көлемін үлкейтті. Бұл пирогқа ешқандай да қосытқыш та қоспаймыз, сүзбе де қоспаймыз, май да қоспаймыз, ұн да қоспаймыз. Әсіресе үлкен адамдарға шаймен отырып ішкенге өте жұмсақ, керемет таптырмайтын пирогтың бірі. Енді кукуруз крахмалымызды елекішпен еле отырып қосамыз. Міндетті түрде кукуруз крахмалы болу керек, және үстінен дүкеннің осындай қою йогуртын қосасыз. Кез келген йогурт түрі жарай береді. Барлығын жақсылап миксерлейміз. Енді жаңағы бөліп алған жұмыртқамыздың ақ уызына шым-шым тұз саламыз және жарты шай қасық лимон соғын құямыз. Тағы да миксердің көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Осы кезде ескеретін жағдай, біздің ыдысымызда миксеріміздің венчигі да тап-таза құрғақ болу керек. Егер ол ылғал болса және ақ уызымызға сары уыздан бір тамшыда болсын араласып кететін болса, біздің ақ уызымыз ешқандай да көтерілмей қалады. Барлығы таза болған жағдайда өзін-өзі ұстайтындай болып, үлкен болып осындай көтеріліп шығады. Енді сары уызымызға аз-аздан сала отырып, жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде барлығы дұрыстап араласу керек. Ешқандай да ішінде ақ уызымыз осындай іртік болып қалмау керек. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін бізде осындай құймалжың масса пайда болады. Табамызға пергамент қағазын орналастырып, массамызды құямыз. Енді осы пирогымыздың ішінде қалып кеткен ауаларды таяқшаның көмегімен осылай араластыра отырып шығарып тастаймыз. Пирогымызды қызып тұрған пеште 170 градуста қызарғанша 40 минуттай пісіреміз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өзіңіздің қызу температурасына қарай қойсаңыз болады. Әбден суығаннан кейін барып, осы пергамент қағаздан ажыратамыз. Достар, каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, әлеуметтік желілерде және достарыңызда бөлісуді ұмытпаңыздар. Пирогымыз толық суығаннан кейін қалауынша осылай қант ұнтағымен әсемдесеңіз болады. Пирогымыз өте жұмсақ, керемет дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін.